Біз көп нәрсені біле бермейміз ғой. Айтыңызшы елге. Не білдіңіз? Сіз жаңа айтып қалдыңыз, әңгіменің басында 2,5%-пен бизнес бастауға кредит алдыңыз осы аманат партиясы арқылы. Жеңілдетілген нағыз майда шелпек қой. Ешқандай банк ондайды бермейді. Еще 1 жыл отпускасымен рахатын айт. Елге айтыңызшы, қалай алу керек, не істеу керек ал? Сол кезден бастап мен уже қарсыз қоғамға полный кіріп, мына бүкіл документтерімді жинап, яғни проблемамды шештім. Енді сіз кәсіпкерсіз ғой, кейбіреулер сізге аударып жібереді, болмаса ИП-нің счеты деп оған аударып жіберген, бірақ ол арестте тұрғаннан кейін ештеңе істей алмайсыз. Бізде бірнеше әріптестер, бірнеше әріптес. Біздің өзімізде бас аяғы 10 шақты әріптес. Мына подкаст шығып, ар жағы бір отбасылық дау қайнап. Жоқ, дау айналмайды. Юристқа бардым. Аманатқа дейін бардыңыз? Аманатқа дейін бардым. Консультациясына 10 мың теңге төледім. Ең алдымен менің счетым аресттен шешілді. Өзімнің ішінде тұрған сомамды ала алатындай болдым. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қарсыз қоғам подкасты және де мен Дәулет Төлеутайұлы. Дәулеттен сонымен қатар бүгінгі біздің подкастымызда сіздерге бағыт-бағдар беретін осы Қарсыз қоғам жобасының заңгерден бұрын заңгерлік үйлестіруші десек болады, экономист Самал Абаева келіп отыр. Енді мені бір қуантатын нәрсе, Аманат партиясының бұл жобасы ұлттық жобаға айналған анық. Қарсыз қоғам біріншіден ол ел аузында жүр, одан кейін бір емес 2 рет президентіміз де өз жолдауында осы қарсыз қоғам халыққа нәтижелі бағдар беріп жатқаны қуантады дегенде атап өтті. Оның артында білесіз, бір адам емес, 2 адам емес, үлкен команда. Мен де оны елге әлеуметтік желіде амбассадор ретінде танытып, ал енді сіздер оны қарапайым тілмен айтқанда отымен кіріп, күлімен шығып жүрген азаматсыздар. Самал ханым, жалпы статистикаға тоқталайықшы. Өткен жылдың мысалға 2025-те қанша қоңырау келіп түсті, одан кейін елге жайлап түсіндіре бастаймыз. Рахмет. Біріншіден енді 25 жылы оңай жыл болды деп айта алмаймын, оңай емес. Өйткені біз 862 мың астам адамдарға қызмет жасадық. Неше түрлі сұрақтармен жүгінді. Оның ішінде жаңағы енді бөліп категориямен айтып кетсек, 422 мың астам адамдарға жаңа график алуға көмектестік. Оның ішінде 250 мың адамдар астам счеттарын бұғаттан шешу мәселе туралы жүгінді бізге. 145 мың мәселелер ол жаңағы АРФР-ге арыз жазу, коллекторларға жүгіну, жаңағы жалоба жасау, отсрочка алу деген сияқты сондай неше түрлі сұрақтармен хабарласты. 34 мың астам адамдарға біз соттан тыс банкротствомен жаңағы көмек көрсеттік. Өтініш берілді ғой, өтініш беріліп, өткен адамдар, енді әр жаңағы істің, услуганың деп айтайық, оның енді ерекшелігі бар. Өйткені біз заң саясына, заңға бағынып, соның ғана жаңағы артында қызмет көрсеткенге бізде енді барлығынан неше түрлі өзінің бір срогы бар ғой, енді мерзімдері бар. Біреуі созылып шешіледі, біреуі әйтеуір созылмай тезірек. Сол үшін статистика жағынан бізде енді ішіндегі 2025 жылын қорытындағанда сондай. Бұл қарсыз қоғамның ел аузында көп жүрген сайында көп қоңырау келетін секілді солай байқалама. Өйткені мен енді әлеуметтік желіге салам, соның өзінде де елдер мәселесін тез шешіліп кеткенін қалайды. Маған жауап бермеді, болмаса менен құжаттарды алды, мен әлі күтіп жүрмін, 1 апта болды дейді мысалға. Ол енді 1 апта емес, орта есеппен қанша уақыт? Мен маңызды бір ақпарат айтып кеткім келеді бұның сөзіңізге. Енді біріншіден бізде аймақ Қазақстанның жаңағы әр түпкір өңірінде
130-дан астам жаңағы координатор мен эксперттер атсалысып жатыр. Ол бірінші. Екіншіде именно Астана қаласында офиста отырған колл орталығында бізде жаңағы сот процесіне қатысатын мамандар және соттан тыс процесімен жаңағы шешетін мамандар, сол 40-тан астам заңгер жұмыс жасайды. Енді ол бізде былай 180 адам, енді 180-ге жуық адам жұмыс жасап жатыр. Одан қалсақ бізде күніне, енді в среднем деп айтқанда, почти 5 мыңға жуық жаңағы телефон шалып жатады. Енді біреуі, одан қалса ол телефон шалып жатқаннан басқа очередь бар бізде. Кезек бар. Кезек ретінде жаңа кісілер құжаттарын жіберіп, мәселені тезірек бастасын деген сондай ниеттермен. Енді біреу шыдамсыз, біреу түсінеді, біреу түсінбейді, біреуде бір сұрақтар туындап қалады. Енді сол себептен де жаңағы қоңырау шалып жатады ғой. Енді бір 4-5 адамды көрген, мынау дәулеттің номері ма? Менен жаңағы үй туралы сұрағымыз келеді дейтінде, сондай өз көзімен көрдім де, осы Қарсыз қоғамның колл орталығына хабарласып, сөйтіп тіпті менің жеке нөмірім деп те ойлайтын азаматтар бар негізі Инстаграм әлеуметтік желісінде. Бізде жұмысқа тұрғызыңыздар, жұмысқа орналасу керек, қайда барса болады, сондайда сұрақтармен келеді. Жалпы қандай сұрақпен келу керек? Бірінші сұрақ, егер сізде 1 жылдан артық төленбеген несиеңіз болса, шот бұғатталған болса, 90 күннен асқан, яғни просрочка деп жатамыз ғой, осы мақсатта Қарсыз қоғам жұмыс істейді. Тек қана ондай ғана сұрақтар емес, енді біз біріншіден енді приоритетность қарастырамыз ғой. Егерде сіздерде 90 күннен астам несиелеріңізді төлей алмай жатқан болсаңыздар, бізге хабарлассаңыздар болады. Бірақ та практика, статистика бойынша орта көрсеткіштерді қарастырсақ, бір адамда бірақ қана несие болмайды. Оларда 7-8 несиелермен болады. Өзіңіз көрген бір рекордты айтыңызшы, мен жиналыста қатыстық қой сол кезде, Абай облысындағы әйелде қанша кредит займы бар? Абай облысындағы біздің тұрғында, ол кісіде 63 займы бар. 63 займмен жаңағы бізге хабарласқан. Шоты бәрі аресте. Не себептен алдыңыз десеңіз, жаңағы базарда шағын бизнеспен айналысады. Әні қазір оборотқа қосам, вытащу деп жаңағы аренда төлеймін, ана жерге зарплата. Қарыздың үстінен қарыз ала берген. Перекредитование деп айтады ғой, сөйтіп бата берген, и сонда 63 займ болып, уже мен біттім деп бізге хабарласып отты ғой, мен білмеймін. Қазіргі уақытта Қарсыз қоғамның заңгерлері дәл сол әйелмен тікелей жұмыс істеуде. Ол бірден бола салатын процесс емес қой, өте ұзаққа созылатын секілді, Ол деген неше түрлі факторларға байланысты. Біріншіден енді официальный запрос жіберіп жатсаң, заявление, обращенияларды, оның қарастыру мерзімі бар, соған байланысты. Бірде бір микроқаржы ұйымдар немесе банктер өздерінің ответін жібереді, жауабын. Ол жауаппен біздің клиентіміз келіспейді. Сондай неше түрлі жағдайлар болады. Және арест шешу деген процесі, ол бәріне арест шешіле бермейді. Онда заң бойынша, егерде уақытылы бізге своевременно сразу қоңырау шалып айтып жатсаңыздар, онда мерзімдері бар. Кредиторларыңызбен келісіп жатсаңыздар, договорларыңызды, келісім шарттарыңызды, барлығын қолдарыңызды қойып, сондай шешімге келсеңіздер, онда, естественно, само собой,
арест те шешіледі. Өйткені кредиторға ол тоже гарантия болып тұр. Сондай ақ жаңағы біреулер 3-4 күнде шешіп алады жаңағы сұрақтарын. Біреулер міне 9 айға дейін жүретін азаматтар бар. 1 жыл бойы даже созылып жатқан, ондай да азаматтар бар. Мысалы алдында Нұрлыбек Қайырбекұлы, оны сіз жіберген бастап қаншама уақыт өтті, мен деген жазып жібердім ғой, бір уф деп. Дем алғандай болдыңыз ба, бүкіл ана жүк түскендей хатты оқыған кезде? Жалпы біз не туралы айтып отырмыз деген кезде мен бір оқырман дейінші, өйткені әлеуметтік желіде маған жазып, ары қарай мен Самалға жазып, қателеспесем Батыс Ақтөбенің тұрғыны болды ғой деймін. Сонымен сол кісінің мен хатын оқығым келіп тұр. Қазір әңгіме барысында мен әңгімені тыңдап іздеп жатырмын. Одан бөлек статистикаға сөйлейікші, Самал ханым. Әйел азаматтарымыз көбі несие алады екен, 60-61% деңгейде, ер азаматтар 39-40 деңгейде. Бұл нені білдіреді? Әйелдер бірдеңе алғысы келе ма, әлде күйеулеріне айтпай ма, немесе үйде отырып керісінше күйеулері әйелдеріне айта ма, сен өз атын ала бер, мен атым ештеңе алма деген. Жалпы міне жаңа айтып отырмыз, 800-ден астам адамға қызмет көрсетіп, оның ішінде түрлі тағдыр, түрлі адамдардың оқиғасы. Жағдай қалай жалпы? Статистика неге олай? Неге әйелдер көбірек несие алады? Әлде әйелдер жауапкершілікті көбірек сезініп жатыр ма? Шыны керек, енді біз қазір барлығын бір базамен енді жұмыстың бәрін орналастырған соң күнде көріп жатырмыз, кім шағымданып жатыр. Шыны керек, әйел адамдар бізге көбірек хабарласады. Ол тек әйел адамдарда ғана сол кредиттің бәрін іліп алған деген тек мәселені білдірмейді. Ол ең біріншіден көбінесе жаңағы не бір үй ішінде проблемалар туындап жатса, әйел адам өз басына жаңағы действительно ответственность, жауапкершілік алып, сонымен күресе біледі. Күресе біледі, тез шешім қабылдау керек, өйткені бала жылап жатыр, балаға тамақ алу керек, киім кешегін алу керек. Содан басқа жаңағы неше түрлі сондай бір бытовой деп айтамыз ғой, тұрмыстық мәселелер бойынша. Сондай кезде әйел адамдар енді көбінесе тез жаңағы ой қазір мені ала саламын, былай шығара салам, ана жерде зарплатам түссе жаба салам деп, бірақ та қандай процентпен алып жатыр, қандай суммамен қайтару керек екенін ондай кезде көбінесе қатты ойланатын даже уақытта болмайды. Сондай жағдайлармен шыны керек хабарласып жатады. Одан басқа жаңағы көбінесе болады, ой, мен жолдасым білмейді, оны білмей қойсын, бірақ та осындай тығырыққа тығылып жатырмын, тезірек маған қандай көмек көрсете аласыздар? Маған бір әйел азаматының хаты болды, жаңағы енем білмей қойсын дейтін азаматтар да бар екен. Жаңа Нұрбол Қайырбек деді қой, мен өзі тікелей маған жазған хатын оқып бергім келіп тұр көрерменге. Ассалаумағалейкум Дәулет мырза, мен Қайырбек Нұрбол Қайырбекұлы, Ақтөбе қаласы, есіңізде ме? Мен сізге бұған дейін хабарласқан едім ғой. Мен кредитім төлей алмай, проблема болып кетті. Атымдағы үйімді тартып алу қаупі бар деп. Сіз мені арнайы заңгерлерге тапсырған едіңіз ғой. Сол мәселе бүгін сот болып, шешімін тауып, менің пайдама шешілді. Әуелі Алла, сосын қарысыз қоғам деген сіздердің еңбектеріңіздің арқасы. Көп рахмет. Ел игілігіне жарар бастамаларыңыз көбейе берсін. Менің де сіздерге ответкам болсын. Мен де Аманат партиясының мүшесі болуға шешім қабылдадым. Күшіміз бірлікте, біз біргеміз, жеңісті күндерде жолыққанша деп Қайырбек осы қаңтар айында ғой дейме? Жіберген хаты. Осындай ризашылық білдіріп, жаңағы алғыстарын айтып жатқан кезде, ұмытпай айтқан кезде, ол
бізге де дополнительный күш пен мотивация берді. Ол істей бергің келеді ғой. Кейбір адамдар бар, мүлдем көп нәрсені пайдаланып да сені ұмытып кетеді десең, сөйтіп жылап жіберсек, әзіл. Ондай да болады? Ондай да бар, болмаса сен қанша істеп жүресің, сенің еңбегіңді мүлдем жоққа шығарып жіберетін де азаматтарымыз болады. Енді болады неше түрлі жағдай, 5 несиенің 4-еуін шешіп, 3-еуі шешілмей қалса, соның өзінде ұнамай жатады. Енді неше түрлі жағдай бұл. Енді мен осы студияға бірнеше адам шақырып отырмын. Енді ол негізгі оқиғалармен сіз жақсы таныссыз, себебі мен оны көрермен көрсе екен деймін, білсе екен деймін. Олардың керісінше айтар алғысы көп, айтар оқиғасы көп. Мен Балжаннан бастағым келіп тұр. Балжан Сәрсенбекқызы. Балжан ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы осы қарсыз қоғамға қоңырау шалуға, болмаса Аманат партиясының филиалына келуге не себеп болды? Басыңыздан қандай оқиға өткен еді? Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Жалпы Аманат партиясына мен бірінші ауыл аманаты жобасы бойынша келдім. Екінші осы қарсыз қоғамға жолықтым. Яғни мен бизнесімді ашқаннан кейін шикізатқа, айлық төлеуге қарыз алдым, потребительский несие алдым. Сол себепті айлық соммам, яғни төлейтінім өте көп мөлшерде болып кеткендіктен мен сразу черный списокқа кеттім. Яғни менің счетымның барлығы бұғатталды. Ал мен бизнес иегері болғандықтан бүкіл... Неше банктен несие алдыңыз? Тек қана Каспий. Тек Каспийден алдыңыз? Тек қана Каспийден алдым. Бірақ менің 2 счетым бар. Народныйда, ол Каспийда. Екеуі де бұғатталды. Менің счетымда ақша бар, бірақ оны ала алмаймын. Сондай бір проблемамен жолықтым. Сол проблемамен жолыққан кезде бізде ауылда, Жамбыл облысы Байзақ ауданында, Дом культурада жиналыс болған болатын. Сол жиналыста Сабез маманы келіп, осы қарсыз қоғам туралы айтты. Сол кезде номер горячей линии жазып алдым. Және айтып отырмын, қызымның тісі ауырып, кетіп бара жатқан жолда, прям оң жақта Аманат деп жазылып тұрған. Сол жерге кіріп көрейінші, сұрайыншы, тегін деп айтты ғой деп кіріп көрген едіммін. Сол кезден бастап мен уже қарсыз қоғамға полный кіріп, мына бүкіл документтерімді жинап, яғни проблемамды шештім. Ең алдымен менің счетым аресттен шешілді. Өзімнің ішінде тұрған соммамды ала алатындай болдым. Енді сіз кәсіпкерсіз ғой, кейбіреулер сізге аударып жібереді, болмаса ИП-нің счеты деп оған аударып жіберген, бірақ ол арестте тұрғаннан кейін ештеңе істей алмайсыз. Ешнәрсе істей алмаймын. Ішінде ақшам бар, бірақ ала алмаймын. Сондай қиындыққа тап болдым. Содан кейін барып, айлық сомма менің 463 мың теңге болатын. Сол 463 мың теңгеден нагрузкамды 301 мың теңгеге төмендетіп берді. Ол мысалы мен үшін үлкен көмек. Бір тігіншінің айлығы. Оның өз қазіргі таңда уақытылы своевременно төлеп отырмын. Маған үлкен көмек болды. Және осы қарсыз қоғам туралы, яғни Аманат партиясының ішінде тегін консультация береді деп, басқа да әйелдерге WhatsApp желілерде және маған келетін кейбір тұтынушыларым, яғни маған кредит шықпайды, бөліп төлей алмаймын, мен сізге өстіп бөліп төлесем бола ма деп сұрап жатады кейде. Мен сол кісілерді бағыттаймын. Аманатқа барыңыздаршы, міне тегін консультация. Сенбейтін адамдар бар, алаяққа алданып, жаңағындай артық біреуге бір ақша беретін азаматтарымыз өте көп секілді. Енді Инстаграм желісі ғой қазір, в основном мына әлеуметтік желі ғой. Инстаграм желісінде 2000 теңгеге сенің кредиттік историяны көтеріп берем деді. Бірақ кредиттік историяның өзін көтерудің бір шама шарттары бар. Оны түсіне бермейді да, адамдар соған алданып кете береді. Мен де мысалы тек қана бір кәдімгі юристқа бардым. Аманатқа дейін бардыңыз? Аманатқа дейін бардым. Консультациясына 10 мың теңге төледім. Ол кісі маған ешнәрсе жоқ, ешқандай құжатыма қараған да жоқ. Мен тек қана айттым, менде осындай проблема болып жатыр, мен не істесем болады. Маған айтты, сіз барасыз, осындай жерде істейсіз, оны сізбен бірге істесем, әрине болады. Міне осы үшін осындай сумма, міне осы үшін осындай сумма деп перечислять етіп берді. Бірақ менің не документімді қараған жоқ, не жасаған жоқ. Тек қана консультациясы ақша болды. Одан кейін барып қарсыз қоғамда ол мені тек қана консультация берген жоқ. Консультация берді.
Одан кейін барып құжаттарымды жинауға көмектесті, оны жіберіп берді және ответін олар білді да, сосын барып маған айтты, маған хабарлама берді. Яғни сіздің шотыңыз аресттен шешілетін болды, осындай деп. Самал ханым, енді сіз бұл оқиғалардың бәрін білесіз деп ойлаймын. Жалпы осы Балжан ханымның жағдайында қанша уақытқа созылды? Сіз өткен жылы Осы 2025 жылдың қараша айында, қанша уақытта шешілді мәселесі? Бір ай көлемінде шешілді. Енді шағымданып бізге келгеннен бастап. Бұл жақта енді бірақ организация болды ғой кредитордан. Сол себептен кішкене былай тезірек шешілген жағдай ғой. Қазір шот барлығы шешілді. Кәсіп дөңгеленіп жатыр, Аллаға шүкір. Көрерменге не айтасыз? Сіз жаңа бір Каспий банк деп қалдыңыз, несие алатын кезде басқа банктердің процентін қарадыңыз ба? Әлде үйіңіздің қасыңызда тұрған, болмаса да күнде телефоннан, приложениеден көріп жүрген Каспий болғаннан кейін тезірек болды ма? Не себепті? Мені кейде енді дәл осы тұста мен бар ғой, аудиторияны бөлгім келеді. Орыс тілді аудитория, қазақ тілді аудитория. Біз қазақ тілді несие алады ғой, қазақ тілді аудиторияны сұрайсың ғой, не үшін алсың? Маған жақын болды, рекламасы өтті, одан кейін тез береді, болмаса сол жерде бір танысымыз менеджер еді деген осындай әңгімелер айтады. Жаңағы орыс тілді аудиториясы, мен бірнеше банкты аралап шықтым, сосын выгодный процентін есептедім, там я посчитала без комиссии, с комиссией, оказывается, это для меня выгоднее деген секілді әңгіме айтады. Біздікілер осы әңгіме. Сіз қандай әңгімесі? Не үшін себепті Каспий? Мен қарапайым қазақтың әңгімесін айтамын. Ондай выгода іздеген жоқпын мен. Ешқандай выгода іздеген жоқпын. Маған шикізатқа ақша керек болды. Мен бизнесім тұрып қалмау керек болды. Мен барлық мысалы несиені алып алдым. Бүкіл аппаратурам тұр, бірақ жұмыс жасап жатқан. Себеп, неге себеп Каспий? Халық банкте бар ғой, сіз Тараздан. Мен декретте отырған анамын. Маған айлық түсіп тұрмаса халық банк бермейді. Басқа банктерде менің шотым жоқ. Тек қана халық пен Каспий. Каспийдан запрос берсең, сразу одобрять етеді, потому что мен платежеспособнымын, оға дейін алғанмын және жауып жүрген адаммын. Сол себепті маған одобрение, яғни рейтингім жоғары болғандықтан Каспийден одобрениясы тез. Сол себепті алдым. Народныйдан ала алмаған себеп. Меня запросить етіп көрдім, потому что менде последний 10 жылда декретте отырмын. 10 жыл бойы маған Народный банктан ешқандай сома түспеген. Тек қана перевод, платеж, сондай нәрселер ғана болды. Маған Народный банк бермейді. Сол себепті қол жетімді әрі тез болғандықтан мен Каспийдан алдым. Сол Каспиймен де ашылып тұр ғой, ол да бір әсерін тигізеді. Каспийде қалай ертең зарплата төлеу керек болса, я так понимаю, тез жаңағы ақша табу керек болды, соған қарай жаңағы қай жерде береді, сол жерден алып сондай жағдай болды. Төлеміңіз қанша мыңнан қанша мыңға түсті сізде? 463 мың теңге төлеп отырған болады. 463 мың. 463 мың. Қазір? Қазір 301 мың. 301 мың. Өте жақсы көмек деп ойлаймын. Әрине бір тігіншінің айлығы ғой. Сізде қанша адам жұмыс? Менде 3 адам жұмыс жасайды. 3 адам жұмыс жасайды. Қандай киіміне бір нәрсе тігесіздер ме, не істейсіздер? Бізде қыз жасауын тігеміз. Яғни сіздің көрпешеңізден бастап қыз жасауын от до жасап тігеміз. Инстаграм аккаунт бар ма сізде? Иә, бар. Осы жерде көрерменге де жарнаманы ұсынып жіберейік те, сосын мен сізге бизнеске бағыт деген өзімнің авторлық кітабымды сыйға бергім келеді. Бұл жерде де арзан ақша, яғни аз ақшамен жақсы кәсіп бастайтындай түрлі кейстер бар. Иә, одан бөлек мына бізде Аманат партиясында, оказывается, енді біз көп нәрсені біле бермейміз ғой. Айтыңызшы елге. Не білдіңіз? Сіз жаңа айтып қалдыңыз, әңгіменің басында 2,5%-пен бизнес бастауға кредит алдыңыз осы Аманат партиясы арқылы. Жеңілдетілген 2,5 деген ол нағыз майда шелпек қой. Ешқандай банк ондайды бермейді. Еще бір жыл отпускасымен береді. Ой, рахатын-ай. Елге айтыңызшы, қалай алу керек, не істеу керек ал? Енді оны алу үшін ең алдыменен сіз СПК, мен өзім СПК Таразға бардым. СПК Таразға бардым, перечень документов береді. Ешқандай бәке көкесіз, ешқандай танысым жоқ менің. Декретте отырған адамын, цех ашқым келді, сол туралы естідім, бардым СПК-ға.
СПК-ға барып едім, маған перечень документов берді. 10 күннің ішінде жинадым, барлық документтерді ұсындым. Олар айтты, біз қарастырамыз 1 айдың көлемінде деді. 1 айдың көлемінде сұрақтарымыз болса, дополнять ететін заттар болатын болса, алып келесіз деді. Сөйтіп маған 1,5 айда ответі шықты, маған кредит одобренный болды. Сөйтіп алдым. Сонда ешқандай бір қиындығы жоқ. Жалпы Бізде мемлекеттен бірден десе бірден танысыз дейді ғой адамдар. Балжан ханым туралы қосып кететінім, мынандай кісі да жаңағы мынаны жасау керек десе, ертеңгі күнге тастамайды. Неге бұлай тез мәселесі шешіліп кетті? Ол тек қана бізге ғана байланысты емес, өйткені ар жақтағы адамнан да байланысты. Бұл кісі оперативном режиме тез барлық құжаттарын алып келді, звондайды, сұрайды, керек сұрақтарын орынды деп айтамын даже. Сол себептен де Кейде мына әңгімеңізді қостапқым келеді. Кейбір қарсыз қоғамға хабарласқан кезде бұлар алаяқтар емес па деп жұмыс процесс тоқтап қалады сол жерге келгенде ше. Мен айтамын, енді сіз оған келісім доверенность сияқты ғой, жазып беру керексіз, содан кейін барып ол жүзеге асады дегенде де көп адамда күмән болып жатады. Жоқ, күмән болғанда да бұл жерде мен қоса кеттім келіп отырғаны, ол тек қана күмән емес. Біздің қазақта көбісі бар қойшы. Мен қарсыз қоғамға звондап қойдым, солар шешіп береді. Олар шешіп беруге міндетті ғой деген нәрсе бар да бізде. Бізде, мысалы, маған аса қажет болды. Менің шотымның ашылғаны маған аса қажет болды. Өйткені ол жақта менің ақшам бар, менің оборотым бар, барлығы соның ішінде болды. Маған қажет, және мен жүгірдім, қайта-қайта бардым, сұрадым, звондадым. Ал бізде айтып отырмын ғой бағанағыдай, тапсырып қояды да, как будто менің проблемам сіздің проблемам сияқты сізге бел асып қояды да, бүйтіп барлығын. Шешіп береді ғой, мен звондадым, бітті. Жақсы. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Көп нәрсені өзгерту керек қой, сана деңгейінде. Балжан ханым, жаңа айттым ғой, қыз жасау қандай Инстаграм, логин осы жерде салып көрген көрермен болса, қызын ұзататын болса, біреудің қарындасы кетіп бара жатса, сізден тапсырыс беріп, мен айтам ғой, байыса қазақ байысын, біреу кәсіп ашып жатса қуану керек, қолдау керек деген қолдау мақсатында сізге мүмкіндік 40 секундтық. Менде Инстаграм парақшам Балжан Сәрсенбек. Егер сіз қыз жасауына, үйіңіздегі көрпелеріңізді жаңартқыларыңыз келсе, болмаса ойыншықтар, біз қазір ойыншықтар шығарып жатырмыз, балаңыздың есімі жазылған, тұсаукесер, болмаса бесік той, бесік жасау, соның барлығын жасап жатырмыз. Осы парақшаға жазылсаңыз, жеке өзім жауап беремін. Ол жерде WhatsApp сілтемесі бар, соған хабарласыңыздар. Керемет, сізге мен арнайы қолтаңбамен бай қуатты, дәулетті болыңыз, іске сәттерін, кәсібіңіз өркендей берсін, әрекетке берекет. Рахмет. Иә. Және бағана қосып кетейін дегенім айтайын да. Айтыңыз. Бізде Аманаттың сайтында қарсыз қоғамнан бұрын қаржылық сауаттылық сабақтары, сіздің сабақтарыңыз бар екен. Мен оны осы қарсыз қоғамға келмей жатып білмейді екенмін. Тегін тұр ғой, тегін. 23 сабақ. Анау айтады ғой, тегін нәрсенің құны болмайды деп ше. Сондай ғой, тегін тұр ғой, любое время соны не істеймін. Ертең соны жауып тастаймыз, ақылы қыламыз десеңіз, барлығы көреді соны. Ал тегін кезде оны ешкім көрмейді. Ақылы болмай тұрған кезде, тегін болып тұрған кезде көріп алыңыздар міндетті түрде. Қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырыңыздар, кредитқа кірмеңіздер. Кредит жалпы жаман емес, жақсы. Бірақ Нақты мақсат болса, есебі болса. Есебі болса, ол жақсы. Мен қуанып отырғаным, Балжан ханымда, біз енді самый пожарный жағынан спасаниеде жаңағы жасап отырамыз ғой, спасение дегенде. Көмек. Көмек көрсетіп, и қазір көріп отырмын да, ол Балжан келесі стадиясы басталып жатыр да, сіз мынандай кітап сыйлап отырсыз, бизнеске бағыт деген, өзін жаңағы бизнесін дамыту. Жалпы психологияда ана нәрсе ғой, сіз біреуге қарыз болсаңыз, ол сені баса береді. Энергияңды ала береді, көп ұйықтай бересіз, бір нәрсе істегің келеді, істегің келмейді, депрессия міне. Ал енді міне сенің шотың ашылды, төлейтін ақшан да азайды, не істейсің?
ұшасың, қанаттанасың. Солай ғой, өйткені көңіл күй ол барлығын әсер ететін нәрсе. Сондықтан да барынша қарыз деген нәрсеге жоламайықшы деп айтып жатырмыз, айтып келеміз. Қарызға батып кеткендерге бағыт бағдар беріп келе жатырмыз. Міне қарызсыз қоғамның аясында қаншама тағдырлар, қаншама оқиғаларды біз күнделікті көріп жүрміз, естіп жүрміз десек те болады. Барлығы өзіміздің арамызда жүрген қаракөз қазақтарымыз, негізгі процент. Бизнесіңіз дамый берсін, Балжан. Сәттілік. Келесі бір кездескен кезде астыңызда бір Гелендваген ба, бір осылай шетел қыдырып жүрмін дейтіндей бір сондай бір видео түсірейік, Құдай қаласа, иә. Рахмет. Бізде келесі тағы бір қонағымыз бар. Ол Ақтоты ханым. Оның да айтары бар, және де сіздерге берер кеңесі бар екен. Ақтоты ханым, қош келдіңіз. Қобалжып отырғаныңыз маған да сезіледі. Қобалжымаңыз. Шайды да алып келдік, өзіміз отырып шай, әңгімелесу. Жаңа Балжан ханым оқиғасын тыңдадыңыз ғой, иә? Қандай, енді әркімді әртүрлі тағдыр енді. Бірақ әр оқиға жақсы аяқталса, біз қуанамыз, шыны керек. Сіздің оқиғаңыз немен байланысты? Осы қарызсыз қоғамға қалай келдіңіз? Осы қарызсыз қоғамға бару, бір адам негізі нетпейді, өмірім бақыттымын, кредитімді уақытында төлеп жатырмын деген секілді бір адам етіп хабарласпайды. Бәрінде әйтеуір, жаңа біз айттық қой, 60-тан астам шоты аресте зайымдары бар азаматтар бар мысалға. Сіздің басыңыздағы оқиға қарызсыз қоғамға келуге не себеп болды? Менің басымдағы оқиғада сол үлкен мөлшерде кредит алғанбыз. Үйді жөндеу жұмысынан өткізуге, ұлымды үйлендіруге және де тұрмыстық жағдайларға алдық. Соны өзім массажбен айналсам, массаж кәсібім. Сол арқылы өзім ақырындап төлеп, бәріне үлгеремін, бәрін шешемін, өзім төлеп тастаймын кезінде деп ойлап алғам. Олай болмады. Енді менің массаждық қызметім жаңағы клиенттер санына, маусымға байланысты болғандықтан күндердің күнде ақы төлей алмай қалдым. Соның себебінен шоттарым бәрі бұғатталды. Ол тек қана ақшаға ғана емес, тұрмыстық жағдайымызға, өзіміздің жаңағы үй тіршілігімізге бәріне әсер етіп, біраз мазамыз кетті. Өйстіп жүрген кезде жаңағы әлеуметтік желіден Аманат партиясының қолдауымен ашылған қарызсыз қоғам жобасы туралы білдім. Сөйтіп ол кісілерге колл-центр арқылы хабарластым. Ол кісілердегі заңгерлер маған барлығын егжей-тегжейлі түсіндіріп, айтып, қандай құжаттар толтыру керек екенін, не істеу керек екенін WhatsApp арқылы сөйлесіп, біліп, жазып отырдық. Мен сол кісілерге жаңа толтырып, бәрін беріп отырдым. Ол кісілер маған заңгерлер дұрыс емес жерін өзгертіп берді. Содан шешім қабылдап, кезінде 70 мыңдай төлейтінмін, қазір 54 мыңға қысқартып берді. Ол маған әжептәуір жеңіл болды. Қазір енді сол 54 мыңды төлеп келе жатырмын. Қарызсыз қоғам жобасына, Аманат партиясына рахметімді айтамын. Шоттың барлығы ашылды. Неше жыл қалды кредит әлі төлеуге? 3 жылдай бар. Бірақ 70 мыңнан 54, ол 26 мың теңгенің өзі мына заманда әжептәуір көмек шынында да. Бала шағаңыз? 5 балам бар. 5 бала. Үлкені? Үлкені 30-да, кішкентайым 10-да. Қазір кәсіп массаж тоқтап қалды ма, сол бет жабылып қалды ма? Жоқ, жүріп жатыр, жайлап ақырындап жүріп. Тараз қаласында. Сізге де мүмкіндік, міне біздің қарызсыз қоғам подкастына келіп, бүкіл Қазақстанға, енді оның ішінде Жамбыл облысы, тараздықтарда көріп отырса, Ақтоты ханымның кәсібін қолдап жіберіңіздер. Қай мекен-жайда? Мекен-жайда өзім әлде өзіңіз барасыз? Өзім барам, шақыру арқылы барам, кейде өзім үйге келеді. Инстаграм массаж Ақтоты. Массаж, нижний, пробел бір нәрселер бар ма, нүктесі, әлде бірдей жазылған массаж, нүкте Ақтоты. Сіз балаларға массаж жасайсыз? Балаларға массаж жасаймын, үлкендерге, жаңа келіншектерге беліне, арқасына деген, шина воротниковая зона, басына, бетке жасаймын, сондайлар жасаймын. Сондықтан тараздықтар массаж керек болса, Ақтоты ханымның инстаграмына жазсаңыздар болады.
құттықтаймын. Сіздің де шотыңыз ашылып, осылай қарызсыз қоғамның көмегі арқылы жарқырап жайнап жүре беріңіз. Сізге де менің атынан бизнеске бағыт 2 кітабы. Ары қарай да кәсібіңіз дөңгелеп, енді әр үйге бармай, болашақта керісінше сізге келетіндей мүмкіндік туындасын деп айтқым келеді. Құда қаласа. Аумин. Сәттілік сізге. Рахмет оқиғаңызды бөліскеніңізге. Біз енді кім шақырамыз? Жазира, иә. 3-ші біздің осы студияға келген кейіпкеріміз бар. Оның да айтары, бағыт бағдары бар. Тыңдайық. Рахмет Ақтоты. Рахмет сізге. Бізде 3-ші қонағымыз Жазира Карибаева. Енді біз бұл кісілердің оқиғаларын барлығын беске білеміз. Қарызсыз қоғамға хабарласып, кейбір адамдармен біз 1 ай жұмыс істейміз, кейбір адамдармен 6 ай, 9 ай, жаңа айтқандай 1 жылға дейін. Тіпті қазір Жазира ханыммен негізі әлі де жұмыс процесі бітіп жақсы бір орысша айтқанда финальная стадия дейді ғой. Мәресіне, шегіне жетуге азақ қалды. Көрерменге сіз өзіңізді таныстырып өтіңізші жалпы? Мен өзім жалпы көп балалы дегенде 5 балам бар. Жалғыз бастымын. Сондай-ақ отбасымда кішкене өзім жалғыз асыраушымын ғой. Сондай-ақ жаңа кішкене бір баламның денсаулығы диагнозы бар, аутизм диагноз. Жолдасым 2002 жылы қайтыс болған. Инфаркт алды. Бір бәсе. Ол сол уақытқа дейін ол ауру туралы ешқандай екеуміз есе ондай айтылған жоқ. Бізде ауру туралы тақырып қозғалмайтын жалпы. Сол үшін біз ауру болатын туралға ондайға дайын емес болдық. Және бізде бала саны көбейе бастағанда біз кішкентай үйде тұрдық та, сосын арманымыз енді үлкен үйге көшу болды ғой. Кішкене 5-ші балаға жүкті болдым, үлкен үйге көшейік, бала саны көбейіп жатыр, алда ер балалар, бөлек бөлмелер керек болды. Содан екеуміз шешім шығардық, кішкене бір талай жыл жұмыс істедім, өзім 20 жылдай жұмыс істегеннен кейін үлкейтейік, несие алайық деп екеуміз бір жерде жұмыс істейтінбіз, жолдасымыз екеуміз. Мұғалім болатын, ол да, мен де мұғалім. Содан несие алып үлкен үйге көштік. Өзіміздің үйіміз кішкентай арзан болды, ол әшейін 3,5 миллионға өтіп кетті ауылды жер. Содан біз құрылыс жұмысы үйге ремонт дейміз ғой. Ішкі құрылыс басталып, біздің өмір енді басталып келе жатқан. Жаңадан өзім босандым, как раз коронавирустың кезі болатын. Сонымен өзім коронавирус болдым да, содан мерзімнен бұрын босандым ол қызды. Сонымен күтім керек, не керек, сәл жаңа ремонтымыз тоқтап қалды, жұмысымыз материал жатыр. Енді жас босанып келдік, жұмыстар тоқтаттық. Осы аралықта енді есімді жиып, 2 ай өтті, 3 ай болды деген кезде жолдасым қайтыс болады. Кішкентай бөпе жатыр жүргекте. Балам 16-да, әлі 17-ге де толған жоқ. Содан балалар жас, кішкентай оның алдында қызымда 3,5-да. Сонымен бірден бізге ойыма несие келді, потому что біз осының бәленбайын қалдық, үйдің задатық ақшасын беріп тастадық, қалған киім береміз, 2 бөліп береміз, ауылды жер енді белгілі ғой. Содан уже бізде үй алғанға қуана да алмадық, бөпе келіп, бір өзіміз сондай аласапыранда болдық. Жақсы нәрсенде дұрыс қабылдай алмады, қайғында бір екеуі де бірдей қабылданды бізде. Өйткені 2 қатар, екеуі қатар келді. Қуанайын десең, арты қайғы болып тұр, қайғыны ұмытайын десең, балалар жас. Сонымен жұмысқа шығуға тура келді. 3 айлық бөпемен мен жүргекке орақ қойдым да, уже жұмысқа шығу керек. Жұмысқа шығам, айлық алам деп ойладым. Дәл сол жұмысқа шыққан кезде менде мынандай қиындықтар келеді. Садиктен қыз ветеринарка жұқтырып келеді. Қарасам үйде бөпеге жұғады. Ана ортаншы ұлға жұғады, аутизм. Олардың бәрі түсінбейді жаңағы нені. Соны үшеуімен арпалысам, содан мен больничный деп жата бергем ғой үйде. Ешкім ескертпеді маған, ол 3 күн ғана төленеді, қалған күн сенге төленбейді деп. Мен анауыма жұқты, мынаған да жұқты, үшеуі де болып жатыр деймін да, өзім больничный деп созылып 2 апта жата бергем ғой. Аналар жазды. Оған дейін больничный дегенді білмейсіз. Білмеймін. Бұрын больничный төленетін. 10 күн 2 апта бұрын ана жаңағы баламды емге алып кеткенде ол кезде төленіп жүрген. Мен сондай екен деп ойладым. Содан жұмысқа шығып
ой жалақы түсті дейді, қарасам 80 мың теңге ғана түседі. Өзім күйеуім қайтыс болып отыр, ол 80 мың несиеміз біздің ұрып тұр аспандап. Содан ол неге деген кезде, сонда мен больничный төленбейтінін білемін де стресс аламын. Соң басшыға айтамын, неге бұл ескертілмеді? Егер де бұндай болатын жағдайда басқа жолын қарастырар едім дейін десем, мен енді сөйтіп айлық түсіп дауласып жатсам, екі үлкен ұлым балаларға қарап отырған, жаңа студент 7-ші класс оқиды. Колледжға түскен ғой, 9-дан кейін үлкен ұлым. Екеуі ветеринарка болады. Ана үшеуі жазылдау деген кезде, ой, бұл екі дәу не қылып жатыр, ана кішкентайларға қарайтын адам керек. Мен қайтадан больничныйға шығамын. Өйткені ана балалар қарай алмайды, олардың бөлмеде бөлек, менікі кішкентайларым. Қайтадан уже тура келеді, тағы да сол бір аптаға шығу, 3 күн аз болды. Соң тағы да оның 3 күні төленеді, 2 күні төленбейді. Келесі ай тағы аз айлық алам. Сосын барып, уже айлық жоқ, не істейсің, оны істейсің деп бір қолым сілтей сабем, айлығымның жартысын ұстады. Уже келесіде қарасам аз-ақ айлық түседі. Онда ұстай берсін, мен несием, басқа жолым жоқ, ол несиені ананы толтыру үшін мына жаққа артқа шегіну керек. Қай банктен еді несие? Бізде халық банк болды. Сосын барып Каспийде болды. И жолдасым АТФ-тан алған. Өзі АТФ. Ол АТФ тоқтап қалды. Халық бізде Евразия. И жаңаға не болып тұр, Каспий, КМФ-тан алдық. КМФ-тан алғанбыз, жолдасым бар кезде ол. Сөйтемізде жаңаға еш нәрсеге қарамайды, әйтеуір болай отпускной түседі, дем отпускнойда бір көп түседі деп, бір әйтеуір шотым бір арасын ашылып қалады. Снять, арест деген ашылды екен, енді ретке келдім ғой десем, топырлап келесі қайттан тура 2 жыл жүрдім осындай. Сіз негізі мұғалім болып? Иә, мұғаліммін. Иә, 2003-тен бастап мұғаліммін. Содан кейін алдымда менде мейлі алғанша ала берсінші, әйтеуір сөйтіп қысқарады ғой десем, мына жағым әлі қысқармайды. Содан уже шегі кетіп бір жатыр ақша. Мен реттелемейтінін білдім уже. Сосын қой, мынадан бір тығырықтан шығайын, біз айым алдым да, бір айын қашанғы осылай жүрем, шотым арест. Біреуден ақша сұрап үлгергенше бар дейді, сал жібереді, ол ана жақ алып қояды. Айлық түседі, бірақ ол дана құмға сіңген су сияқты. Ол бермей тұрады, әр банк өзінікін керегін алып бітеді. Ол бір күнге дейін бермейді, менде шотым тұрады, көрініп тұрады, аламаймын. Сосын ашылады, аламын. Сосын жаңада социальный счет барын да білмеппін мен. Соны ала береді. Соны кейін осы алдыңғы жаздарда айтады, пособияға социальный счет деген бар деп, оны аштым да, оны әйтеуір бір қорғап алып қалдым. Ол екі орталықта бір отпускной кезде қомақта жарты ақшасы түседі ғой. Емге барамыз, жаңа баламды, жаңа аутист балам, біз остеопат мамандар, қосымша жаңа түзету орталықтарына біз ақылы түрде барамыз. Өйткені бізде ондай неде тегінге баратын жоқ қой. Ол остеопат маман керек болды, сондай бәрі жақсы деп айтқан соң жарнамасына не қылдық, бірақ көмек болды остеопат маманнан. Содан кейін біз емге барамыз. Ол екі орталықта уже несиеге қайтадан бізде төлем жоқ. Жалпылай келгенде мен уже шырмалып ұмыта бастадым. Қай несием қанша қалды, қанша төлеу керек, қай несиеге қанша төлеу керек, даже кредиттің графигінде жоғалтқан ғой. Ойлайтындай жоғалттым. Энергия жоқ. Өзім түнмен шаршаймын, болдырам, таңертең тұрасың, уже 6-тан бастап бала ояну. Одан ана кішкентай қыз папа іздейді, ана бала әлі түсінбейді, аутист бала әлі білмейді. Ол қазір 12-де ол бала. Ол кезде 7-де болатын әкесі кеткенде. Анау қыз бала, ол қазір 2-ші сынып оқиды, олар әлі білмейді папалардың жағдайын. Больницада деп қоям, қыз түсінеді, бала бірде сұрайды, бірде біледі, помнит. Бір еске алады, бірақ та жоқ десең жоқ деп отыра береді. Анандай қайда деп жер тоқпақта енді түсінбейді, оның деңгейі сол болып тұр ғой. Осы аралықта менде жаңа өзімнің жолдасыма деген сағынышым бар, балаларды алдауы бар, көңілін арбау бар, күнделікті тамақ тіршілік бар. Соң арасында бір бой жазып қонаққа барып келіп, күліп ойнап келдім дейін десең, үйге келгенде қоңқылдап жалғыз екенімді сезінесің. Қонаққа барған бүйтіп ләззатымды көрген жақсылықтың бәрін үйге келгенде бүйтіп сымпиып келген кезде оның бәрі жолып шайылып кетеді. жаңа қабай, мен мына кезде былай келуші едім, баратын кез, қонаққа баратын кез, мен әлі бүйтіп жалғыздыққа әлі үйрене алмай жатырмын. Мен күйеуім қайтыс болғанда балалар кішкентай болып сол жақта білінбей шыққанмын ба деп ойлаймын, өйткені балалар жас болды ғой.
ана ауырады, біреусі жылайды, біреусі емге барады. Сондай кездерде біз жаңағы көп стресске кеттім ба, ешкімнен көмек те сұрамаппын. Мен сонда жаңа сіз айтқанда ер азаматтар баламда өкімет деп айтқанға мен намыстаныппын да, бұл мен балаларым мынау жесірлерге көмек сұрап жатыр, болмаса бір нәрсе деп айтады, ана көмек деп айтайын десем де ешкім бүйтіп жөнді қарамады, мені қабылдамады. Бір көшемізге су жүрді, сосын қарасақ мынша ақша дейді. Соны әкімдікке жүгіндім. Нұрбол осып су жүргізу жағын сөйлесіп берші деймін. Ая дейді, 2 күн күтем, 3 күн күтем, ол су керек, маған су керек қой. Өйткені ана суды жауып тастады, центральныйға қосылу керек. Значит, маған өзім күн көру керек деймін, суды жалғайым. Жаңа мысалы балам ары қарай оқуға түсу керек, енді балалардың сағын сындырмауым керек, кейінгі балалар жыламау керек, ол үшін мен мықты болуым керек. Сіздің жұмысыңыз не болды қазір? Өзім жұмысым ашылды. Өзімнің атыма қазір суретке түсіп, өзімнің номерімді Каспийіме қайтадан тіркедім. Өйткені мен ешқандай не қылатын жаңа номер алдым да, ешкім білмейтін. Байқамай салып жібермесін деп. Соң осы жерде отыра қалдым да, қазір өзімнің бұрынғы тексеріп көрдіңіз. Номеріме салып, тексеріп көріп, ақша салдырып көріп, тексердім. Ақша ешқайда кетіп қалған жоқ. Кеткен жоқ. Оған тек жаңа Каспийдің өзінің картаның услугасы алды. Зато әппақ болып тұр Каспийім. Шотым ашылғанның өзі маған бір бақыт болды. Онда сізге емес, жаңа айттыңыз ғой, бір ерекше балам бар деп. Менен бір как символичный, мен де сіздің Каспийіңізге аударып қояйын. Сыйлық, жай үйге барған кезде сол балаңызға сыйлық ретінде Дәулет ағаңнан деп болады ғой, бір ырымдап, бір ойыншық па, мүмкін бір киім ба, бірдеңе алып берсеңіз, мен қуанарым, шыны керек. Ақыр Каспийіңіз ашылған екен. Өте қуаныштымын. Ай сайынғы төлем қанша теңгеден қанша мыңға түсті? 400 мың теңге төлем болатын. Ай сайынғы төлем. Әртүрлі банктерде бәрін қосқанда. Ал төлем қабілеттен кейін маған ескерді, заңгер түсіндіріп айтты, сіз енді 165 мың төлейтінімді. Өйткені қазіргі сот процесі жүріп жатыр ғой, бірінші сот. Өскен пайыз бәрін алып тастап. Ескеріледі, менен ұсталынып отырды ғой мен ол қаражаттар, мен білмеймін. Мысалы, отпускной кезде 780 мың ұсталынды. Ол ақша, мысалы, бір банктегі бір несие жабылатын. Соның барлығы есептей келе, енді төлем ай сайын бұйырса 165 мың болады. Мен үшін үлкен көмек, өйткені мен қарыздан қашпаймын. Білем, ол менің тұрақты жұмысым бар, мен әлі зейнетке дейін әлі жұмыс істеймін. Мен болашақта мүмкін тағы да кредит алуым керек шығар, мүмкін жаңағындай тағы да бір ортақ жоспарға. Негізі Жазира ханым бізде октябрь айынан алдыңғы жылдан бері очередьте тұрған. Бұл кісі ең басында сенім хатты жасады, тезірек, жаңағы тез уақытта. Енді қазір де айтып жатырмыз ғой, мен басында айтып кеттім, қанша бізде заңгер жұмыс жасап жатқаны. Сол очередь осы барлығы яғни тез 15 күнде бола салған жоқ. Ол қазан айында сенім хат жазып берді. Соның барлығы келіп 3 айдай болды. Кезегі келді. Қаңтар айынан жаңағы заңгер қабылдаған моменттен бастап шағымды жіберді. Иск дейді ғой. Ол 15 күнді құрады. Сол 15 күнді құрап. Соны қосып кеткім келгені, енді бірінші отырыс өтті, жаңа финансовый управляющий сот арқылы тағайындалды. Енді бұйырса деп отырмыз. Ол енді шоттың барлығы шешіліп, Каспиймен переводты қабылдауға мүмкіндік туып отыр. Өзіңіз ұстаз екенсіз, мақтанатын, үлгі тұтатын, сізден озатын шәкірттеріңіз көп болсын деп айтқым келеді. Әрі ерекше ұлыңыз тезірек жазылып, ем қабылдап, сол бала-шағаның қызығын көріңіз деп айтқым келеді. Себебі енді бәріміз бала-шағаның қамы деп жүрміз ғой. Балаларымыз ауырмасын, баламен сынамасын деп айтқым келеді. Және де бұл сізге енді бизнеске бағыт менің кітабым, арнайы қолтаңбаммен осыны оқып та, ары қарай да мүмкін алдағы уақытта кәсіп ашып кетесіз. Осыны айтқым келеді. Сол енді біздің бағдарламаны көрген көрермен енді әртүрлі тағдыр, әртүрлі ой түйдік деген ойдамын.
бастысы сол банкке барған кезде бір нәрсе біліп барайықшы, оңды солды балаға бермейік. Өйткені ол қарыздың бәрібірде сұрауы бар. Сіз бен біз болып, қарызсыз қоғамды бірге құрайық. Рахмет.